ассалаумағалейкум достар, сіздің еспілкімен сұрақ жауап түсіретін боламын. Сіздер жазған бірінші аяннан бастайық. Сұрақ жауапты бірінші аяннан бастаймыз. Қандай үй-төлімен жиі көрісесің? Сенімен, Шерханмен, Нурикпен. Қалғандармен көп істемеймін. Осы жасқа жоқ, болашақта реакциядан басқа не түсіресің дейді. Любой нәрсе, бәлкім блог түсірем, егер ойласам. Камерам жақсы болу керек. Осы жасқа қандай план? План жоқ. Чисто видео түсірем болды. Осы жылы неше жасылушыға жеткің келеді? 2-3 енді. Алдыңғы жылы мен жаста, осы жаста мен 39 болдым ғой. Сол 39 шыбын менімен био түскісі келіп жатыр достар. Короче, осы жылы енді мен 2-3-ге жеткім келіп тұр. Алдыңғы жылдағыдай подписчик көбеймей отырғым келіп тұр. Қазір мысалы менің подписчигім 120-ға ма, 130-ға өсті. Норм. Короче, енді ютубтан басқа немен айналысасың дейді. Немен айналысам? Шахмат, анимация. Болды. Ұнататын түсін дейді. Түсім жоқ. Ұнататын. Майде көк дей салам. Мектепте қай сыныптан кетесің дейді. 11. Уже 11 таңдап қойдым мен. Майнкрафттың итінің аты. Айтайын ба? Аты. Үйде неше адам бар? 8. Күн неше градус? 40 плюс. Бұйырса апа мен обложка өткізесің бе? Тоқта өскертемін бе? Осы жылға дейін тұрады енді обложка апа деген. Келесі жылы өскертетін шығар мен. Осынша елбақ видео түсірсің ба дейді. Мен негізі түсірмеймін. Маған біреу жасап берсе мен қуанамын. Мен соған реакция түсіріп беремін. Кім маған жасап береді, комментарий жазып кетіңдер. Мен соған реакция түсіріп. Негізі мен жайлы бак деген көп, негізі әр жылда мен өзім жайлы айтамын. Сол үшін бак деген шыбын менімен видео түскісі келіп жүр. Өскенде кім болғың келеді дейді. Өскенде ма? Өскенде білмеймін. Балалық арманың. Балалық арман жоқ енді. Балалық армандар жоқ қазір енді. Сигма немесе рис. Сигма немесе рис дегенді білмеймін ғой. Сигма тыңдайсың сол. Баса жоқ сұрақтар ма дейді. Иә. Қысың бар ма? Жоқ. Блог түсіресің ба? Мүмкін. Бұрынғы 2020-де негізі мен блог түсірем. Тамақ деген челлендж. Ол видео бана жеттім. Кішкентай кезіндегі фотолар бар ма дейді. Жоқ. Бар болса көрсет дейді. Мен бұрынғы YouTube аккаунтында түрімді көрсеңіздер болды. Онай болды. Тоқта. Сен ең күшті өткен кездер болды ма дейді. Оны қалай түсінсек болады. Балалық кез болса, онда иә и жоқ болды. Соламыз. Телефон алғанда қандай ой келді? Ойнау. Балалық шаққа оралса не істейсің дейді. YouTube бастаймды. Клиент танымал нәрселерін айтам, болашақта не болады соның бәрін айтам. Кейін болашақ болған түсінесіздер ме? Болашақ болған кезде либо мына болашақты болжап танымау дейді ғой. Майнкрафт ностальгия видеоларды көрдім ба дейді. Иә, Мұхтар мектебі, нуб зомби апокалипсисінде туылыскенін балықпен соны көрдім. Қазақтардың ырымдарын білесің бе? Иә. Ең ұнамайтын ойының короче Нурик жазып жатыр. Ең ұнамайтын ойының қандай болды? Басында Free болды. Ең бірінші телефон алғандағы ботқа асқың келеді ма? Ең бірінші телефон қанша ботқа асқың келді? 10. Білесіздер мен 1 жылдың ішінде мен 10 боттан аса алмаған бұрында. Тоқта. Айтпақшы мен бұрында жазған бір сұрақ жауап бар, соны тауып алайын енді мен. Короче, ұмытып қалдым. Сен кейсің ба дейді. Мен қандай сұрақ қоямын? Әрине жоқ. Короче, осы мен сұрақ жауап бітті. Алдыңғыдан көп болды. Иә, көп болды.
негізі алдында 4-5 адам жазған, мында болса 4 адам жазған, бірақ сұрақтар өте көп. Одан не деймін? Келесі сұрақ жауап қашан шығатынын мен айтып қояйын. Мен білмеймін сұрақ жауап қашан шығатынын. Қандай видео түсірейін, комментарий жазып кетіңіздер, қандай видеолар түсірейін, реакция и айтпақшы шыбынға да сәлем деп қойыңыздар. Шыбын айтпақшы амандаспаған. Короче, енді біз деген келесі қандай видео түсірейін, комментарий жазыңыздар. Сен болған мен Есбол. Давай, шау.